Эко тиімділігін арттыру үшін не істеуге болады? Біріншіден, ол қажетті анализдердің бәрін алдын ала тапсырып, репродуктолог дәрігеріңізге алып келіп көрсету, созылмалы ауруларыңыз болса, соларды емдеп, қабыну процестері болса, немесе жүрек, бас, қалқанша без, немесе сүт бездерінде қандай да патологиялар болса, дәрігер кеңесін алып, солардың бәрін қалыптастыру керек. Екіншіден, ол сіздердің психоэмоционалды жағдайларыңыздың дайын болуы. Яғни сіздер эко арқылы жүктілік алуға дайын болуларыңыз қажет, стресстен аулақ, уақытылы демалу керек. Жұмыстарыңыз болса, сонымен параллельно алып жүру керек болады. Соған дайын болу керек іштей. Үшіншіден, ол егер сіздердің зиянды әдеттеріңіз болса, немесе артық салмақ, керісінше салмақ жетіспесе, соны да қалыпқа келтіріп, дәрігермен бірге репродуктолог сіздерге тиімді эконың түрін таңдау қажет. Егер алдыңғы эко бағдарламаларыңыз сәтсіз өткен болса, немесе керісінше бірінші рет эко бағдарлама өтіп жатқан болсаңыз, сіздің аналық органыңыздың қорына сәйкес, жасыңызға сәйкес, жатырдағы патология бар жоғына сәйкес қажетті протоколды шешіп алу қажет. Одан кейін эмбрион тасымалынан кейін күтім, стресстен аулақ, таза ауа жұту, дәрігер жазған барлық дәрілерді уақытылы қабылдау, және де егер қандай да бір шағымдар болса, оны дәрігерге жасырмай айту қажет. Егер сіздер қазір эко бағдарламасында өтіп жүрген болсаңыздар, қандай да бір сұрақтарыңыз болса, комментарияға жазып кетсеңіздер болады, жауап береміз.